Ажырасқандар, ажырасқысы келіп жүргендер және осы ажырасқандардың шешелері құрып кет, өліп кет, сен еркектерді бұзып жатырсың, ұялмайсың ба бұлай сөйлеуге деп маған жазғанша, біреудің баласын жылатып, біреудің өміріне араласқанға өздерің ұялмайсыңдар ма? Мен әйел заты бола тұрсам да, еркектердің жағындамын. Себебі мен сол еркектен дүниеге келіп, сол еркек бауырлардың арасында өсіп, болашақ еркектерді тәрбиелеп отырған анамын. Сол ажырасқаннан барлығың жақсы болып кетсеңдер мейлі ғой. Біраз уақыт өтіп, күндеріңді көре алмай, жасайтындарыңды жасап, қайтып айналып келіп, сол баяғы күйеуіңе телміріп, мен қателеспін деп жүргендерің қаншама. Оған дәлел мына оқырмандардың жазбалары. Мен ажырасып кетіп, қазір бақытты өмір сүріп жатырмын. Сол бейшарамен ажыраспағанда мен де қазір бейшараның халінде жүретін едім. Қазір менің жеңісім де, жетістігім де көптеп жақынға жар салып жүргендер, олар сырттай өз-өздерін алдап жүргендер. Ал шын мәнінде сол әйелдің ішіне үңіліп қарасаң, ол да шаршаған. Ол іштей өзінің нағыз бейшара екенін білетін, түсінетін өксігі көп әйелдер. Сондықтан мен ажырасып кетіп бақытты боламын деу бос сандырақ. Нағыз бақыт ол бірлікте, төзімділікте, сенімділікте. Ал балалар үшін толыққанды отбасында.